Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін асқабақтың шипалық қасиеттеріне тоқталамын. Асқабақ көру қабілеті нашарлағандарға, қан аздықтан жапа шегетіндерге көмек бере алады. Асқабақтың еті де, шемішкесі де дәрумендерге өте бай. Асқабақ әсіресе асқазаны ауыратындарға таптырмайтын дәрі. Сонымен бірге жүрегі әлсіздерге, түрлі аурудан жүдеп шаршағандарға қуат беретін бірден-бір пайдалы ас. Асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін, яғни етін, күйген денеге тануға да болады. Асқабақ асқазанды шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп, жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы өт айдағыш қасиеті бар және де паразиттерді жояды. Асқабақ ірі жемісті тағамдық, дәрілік, мал азықтық және сәндік бір жылдық шөптекті өсімдік. Асқабақ дәнінде көп мөлшерде май болады. Оны тамаққа да, техникаға да пайдаланады. Асқабақ дәнін балмен араластырып, жеп ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезінде күніне 1 стакан шырынын ішу керек.